жалпы отырыңыз, иә, қалай болса қалай солай келіп отырып қалды. Қазір мен сіздерді PPT ком арқылы топқа бөлетін боламын, сол бойынша келіп отыра қоясыздар, иә. Қай топ жеке болады, солар ортаға келіп отырасыздар. Үш топқа бөлемін. Мөлдір ескерек назар ақыл. Топтарымызға атау бердім, олар бұл біздің шығармамыздың кейіпкерлері, иә. Қайырболды, Бекторы, Сағындық тобы. Олар түскенде жаңағы атауды бердім балар сіздерге. Енді балдар, менің бойымдағы құндылықтар деген жиынтықты өткізейік. Әрбіріміздің бойымызда жақсы құндылық бар ғой, жақсы қасиет бар. Ал кім айтады? Өзімізді өзіміз дәріптеуіміз керек. Өзіміздің бойымыздағы өзіміздің жақсы қасиеттерімізді білуіміз керек. Ал шеттен бастайық. Мен ақкөңілмін. Сауаттымын. Ақкөңілмін. жанымдағы жандарға қамқоршымын. Мен әрқашан Жақсы көңіл күйде жүремін. қолда бар көмектесемін. адамгершілігім мол. Мейірімдімін. Қамқормын. Ақылдымын. Өте тамаша. Қамқормын. Жақсы. Қолым ашық. қасымдағы адамдарға Ауырмалым. Адаммын. орнымыз сөйлеп тәртіпті болу Тәртіптімін. Шынайымын. Өте тамаша. Қарапайым. Міне балалар, бәріміздің бойымызда осындай адам болғаннан кейін балалар, бәріміздің бойымызда жақсы құндылықтарымыз болады екен. Сонымен бірге адамда жаман да қасиет болады, иә, әрбір адамда. Оны біз сабақтың соңында айтатын боламыз. Жарайды, жақсы балалар. Рахмет. Шығарманы еске түсіру мақсатында балалар, мына тапсырманы орындайық. Интерактивті сервисте. Мен қазір спингті басамын, сол кезде сұрақ шығады. Бұл жаңағы өзімізді өткен шығармамыз бойынша кім, қашан, қайда деген ойын мақсатында, миға шаулау мақсатында, балалар, ой шақыру мақсатында. Қол көтеріп жауап бересіздер. Жетім қозы өз несібемді татуға кеттім. Иә, Гүлдір? қай болды ол жүрегім анда жүрекке ауыстырған кезде берген, иә? Жақсы. Так, мына сұрақ қалды балалар. Ыңғайсыз болып деген Қайырболды жанына келген де, міне, мынаны алыңыз деді. Бұл кімнің сөзі еді? Бекторының Қайырболдың алтын жүзді сыйлап тұрған кезі, иә? Жақсы балалар, мен өте жақсы. Бұл тапсырмада шығарманы есімізге түсірдік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Таласбек Әсемқұловтың Бекторының қазынасы әңгімесінің сюжеті мен композициясы. Дәптеріңізді ашып, жасап айтыңыздар. Тақырыбымызды жасай берейік. Бүгінгі оқу мақсатымыз әдеби шығарманың композициясының жанр ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау. Бүгінгі сабақта Бекторының қазынасы әңгімесінің композициясын және жанр ерекшеліктерін талдап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан түсінетін боламыз. Мына бейне материалға назар аударайық балалар. Тек қанды әрі-бері айналдыратын мүше ғана, ертеңгі күнді ойлап сарғайған, бітпес үрейдің әбден жансыздығынан бір жапырақ ет. Ол өзі жоқ болғанда ғана бар. Қайырболды Бектордың жүзіне таңдана қараған. Ешкімде Қайырболды тағы да аңырап қалған. Мен өліп қалмаймын ба? Ұғыспадық, деді Бекторы. Біз қазір фәни дүниеде тұрған жоқпыз. Осыны қалай түсінбейсің? Сонда біз қайдамыз? Деді Қайырболды. Мына үй, мына байлық. Сен осы үйдің табалдырығын аттағанда фәниден кеткенсің, деді қыз. Бекторы жүрегі. Қайырболды қыздың соңынан еріп отырып, қайран қалғанынан танбады. Банкілерде әлдебір сұйықтық ішіне салынған жүректер. Бекторы иелерінің аттарын атап келе жатыр. Қайырболды өзі танитын бірнеше кеденші офицердің, полиция қызметкерлерінің,
жұмыс бабымен алдарына барған тағы да талай үлкен шенеуніктердің жүректерін көрді. Олардың адамға деген аяусыздығының, зомбылықтарының сырын енді түсінген, адамдардың бір-біріне неге қиянат жасайтынын ұққан. Ол жерде қанша адамның жүрегі тұр? Әлмисақтан дүние жаратылғаннан бері адамдардың барлығының жүрегі, деді Бектора. Бүгінде көзі тірі адамдардың барлығының жүрегі осы жерде десе болады. Сен сияқты азғантай ғана адам өз жүректерімен жүр. Ал өз жүрегіммен қалсамшы, жүрегімді сізге берсемші, деді Қайырболды. Өзің білесің, деді Бектора. Өз қалауыңда, байырқа мен байлықта болғың келсе, жүрегімнен құтыл. Бүгінгі бостандық, бүгінгі азаттық пен еркіндік ақшада. Азат болғың келсе, ерікті болғың келсе, жүрегіңнен құтыл. Жүрегіңмен қал. Қайталап айтамын, бәрі де өз қалауыңда. Қайырболды қинала ойланып тұрып қалды. Түсінем, деді Бектора. Мұрсат берейін, шыға тұрайын. Бектора шығып кетті. Қайырболды екі қолымен шекесін сығамда меңірейіп қанша отырғанын білмейді. Ата-бабаның әруағы, көмектессеңдер қайда қалдыңдар, деді ақырында тістеніп. Міне, мен аяныңды, жәрдеміңді дауыстаған. Бектора, мен дайынмын. Келісетініңді білдің ғой, деді Бектора. Міне, бейнебаянда балалар, бейнебаян бойынша айтатын болсам, Таласбек Әсемқұловтың Бекторының қазынасы әңгімесі метафразалық шығарма. Метафразалық деген балалар, мәтін ішінде мәтін бар. Екі оқиғаны білеміз, иә? Бірінші Бектора мен Қайырболдының оқиғасы, екінші Бектора мен Сағындықтың оқиғасы. Себебі мұндағы үш түрлі бейнеде және үш түрлі мекен-жақта суреттелетін кейіпкер ол бір ғана адам. Сағындық, иә? Ол Қайырболды болып, өзінің түсінде Қайырболды болады, не оны істеп білесіздер. Бұл жердегі Бекторының қазынасы балалар сан мыңдаған адамды азғырып, жүректерін саудаға салып, хисапсыз байлыққа жетелейді. Оңай келетін байлық, оңай келетін дүниеге жақсы балалар. Ары қарай біздер сюжет пен композицияны білеміз, иә? Осыған дейін біздер көркем шығармаларды оқып жүрміз. Сіздерге мазмұн бойынша саралап, теория бойынша айтайықшы, сюжет дегеніміз не, композиция дегеніміз не? Альбина? Жалпы сюжет дегеніміз көркем шығармада бір-бірімен тізбектеле байланысқан оқиғалар. Тізбегі жалпы сюжеттің құрылысы, басталуы, байланысы, шарттың шегі, дамуы, байланысы, дамуы, шиеленісуі, сосын шешімі болады. Жақсы отыра. Ал композиция деген басталуы, дамуы, байланысуы, шиеленісуі, содан шарттау шегі, сосын шешімі болады. Ал тексеріп көрейік. Жақсы болады. Қалай бастаймыз? Хатты Кімге жазамыз? кімге жазасың пайдалана отырып. Адамзатқа жазасыз. Жалпы енді осыны оқиға желісімен байланыстырсам, Сағындықтың перінің қызы Бектормен кездесуін негізге ала отырып, мен заманымда кедейлікті де байлықты да көрдім. Кедей едім, кедей болсам да көңіліммен бай едім. Бай болсам да кедеймін, ақшасы көп қайыршы болдым. Тастан сарай салдырдым, бірақ түбінде жүрегім тас еді. Бірақ қазір есесіне өзімнің тіршілігіме оралдым дейді. Бұл мен қорытындылап айтқым келетіні, өмірде жақсылық пен жамандық қатар жүргенімен, біз ерік жігерімізді жамандыққа қарай бермей, керісінше жақсылыққа қарай бетімізді бұруымыз керек. Бай болсаңыз да көңіліңізбен бай болыңыз, жан дүниеңіз бай болсын. Өте тамаша балалар, иә? Өте тамаша. Сәлем, өте. Сәлем, менің есімім Қайырболды. Мен саған хат жазып отырмын. Саған айтар кеңесім, ақшаға, байлыққа құмар болма. Қанша кедей болсаң да жүрегіңмен бай бол. Қанша Бекторлар кездессе де мейірімді жүрегіңді мәрмәр жүрекке қарай бастама. Ата-анаңа қамқор бол. Мен де саған қателіктер сана. Сәлеммен Аян Қайырболды. Өте Бектор тобына. Сағындықтың перінің Бектормен кездесуін негізге ала отырып, Бектордың сіңлілеріне хат тақырыбында хат жазыңдар. Сәлем, қалайсыңдар?
Жағдайларың қалай? Мен сендерге айтқым келген негізгі ойым бар. Ол қазіргі кезде адамдар ахуалы өте төмендеген. Олардың жағдайлары төмендеп қиындап бара жатыр. Қазірде адамдар олай нәрсені жақсы көреді. Өз өміріне қанағаттанбай дүниені аңсайды. Міне сондай адамдар мен сияқты жын-перілердің жолына түседі. Міне сол жолға түсіп, түзу жолға түскендер өте аз. Адамдар бір-бірін түсініп, бір-бірінің орнында болмайынша, бір-бірінің жағдайын, ішкі жан дүниесін түсіне алмайды. Бір-біріне бауырмал бола алмайды. Бір-біріне жүрегі жылып, жаны ашымайды. Міне сіңілім, сендерге айтқым келгені осы, сау болыңдар. Өте тамаша балалар, иә? Менің ақылымды тыңда. Мен секілді дүние мүліктің, байлықтың артынан еріп кетпе. Жүрегіңнің мейірімен адамгершілікті сақта. Және де есіңе сақта, байлық сенің жүрегіңде, жан дүниеңде. Саламатпен қайыр болды. Өте тамаша балалар. Саған айтқым келетіні ақша құлқынып кеткен адамдар қаншама, ақша үшін жүрегіндегі жақсылықты ұмытып жаман жолға түсіп жатқандар қаншама. Өте тамаша балалар. Өте тамаша. Жақсы балалар. Енді дискриптор бойынша бағалай қояйық. Кім бағалайды дискриптор бойынша? Мен бағалайын. Иә. Жалпы осы дескрипторды маңызға ала отырып, мен Қайырболды тобы мен Виктор тобын бағалауы келеді. Бұл екі топта тақырыпқа сай хат жазды. Екі топта хат жазды және хат жазған кезде де оқиғаны негізге ала отырған. Мысалдар келтірді. Хат үлгісіне сақтады. Бар ма? Автор не себептен дәл осы тақырыпқа қалам тербеді деп ойлайсың? Себебі дәл осы тақырып қазіргі таңда ең маңызды проблемалардың бірі. Бастап ең біріншіден оқып таныстық сол кезде қандай ойда болдыңыздар? Әңгімені танысқаннан кейін қандай ойға келдің? Әңгімемен танысқаннан кейін Викторның қызы қанша рет кездессе де өзіңнің мейірімді жүрегіңді ешқашан мәңгі жүрекке ауыстыруға болмайтынын, әрқашан мейірімді бауырмалды Викторға ешқашан ермей өзіңнің мейірімді жүрегіңді мәңгі жүрекке ауыстырмау керек. Сондай ойға келді. Жақсы. Тағы кім не айтады балалар? Алып қосадағыз бар ма? Әңгімеде танысқаннан кейін қандай ойға болдың? Танысқаннан кейін байлықта емес, адам көңілмен бай болу керектігін түсіндім. Жүзікті беріп кеткенде қандай ойда болдыңыздар? Ой, керемет дедіңіздер ғой, ол жүзік неше теңгенің жүзігі еді балалар? 8 ақш доллары бағаланып еді. Ол еш жерде каталогта жоқ. Жақсы көрдің күшімен жазып алған жүзік болатын, Қайырболға ертеккен жүзік. Жақсы балалар. Жалпы біз қай шығарманы алсақ та балалар? Ұлы ақын Абайға жүгінеміз. Абайдың жаңағы 17-ші қара сөзінде де қайрат, ақыл, жүрек үшеуі келіп ғылымға жүгінетін еді ғой, білеміз балалар. Сол кезде ғылым нағыл дейтін еді. Осы үшеуін бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам ұстау. Сонда ғана уайымсыз өмір сүресің. Бай болған жақсы балалар, ақша болған жақсы, бірақ оған жаңағы Қайырбол сияқты оңай жолмен келу керек пе? Біреулердің көз жасына қалып келудің оған қажеті жоқ. Өзіміздің еңбегімізбен, өзіміздің білімімізбен, сонда барлық нәрсенің басында білім тұрады. Күнертең сіздер мектепте қалдырыңыз. Аттар, оқыту тапсырып, әрбіреуіміз өздеріңіздің өмірлеріңіздің катшы болып қаламастады. Сол жолда осы адамдық қасиетті бойларыңызда жақсы сіңіреміз деп айтамыз. Бойымызда жаман қасиеттер бар ма? Бүгін сабақты тастайықшы. Кімде қандай жаман қасиет бар? Осы бойымда сабақты алып тастап кетейік. Жаман қасиеттер бар ма? Мен тез ренжіп қаламын. Тез ренжіп қаламын дейді. Еріншектім дейтін ал бар ма? Ашуға еріп кеткен. Сол жаман қасиеттің бәрін естеміз. Балалар бүгінгі сабақта осы оқышы сөзіне тастап естеміз. Балалар, мен сіздерге Мұқағали Мақатаевтың өмір туралы толғауын тауып қарап келіңіздер деп едім. Сол тапсырманы орындағандарыңыз бар ма? Жалпы мен үй тапсырмасын шығармашылық тапсырма ретінде беремін сіздерге. Бар ма? Кім тауып? Сізге жасымау. Өмір деген текке жүрме досым-ау, жұмыс жасау, жанұянды асырау. Өмір деген әр қызыққа таңдану, өмір деген қуаныш пен өкіну, өмір деген алдану мен арбану.